Өзіміздің үйде сенің өзің өскен үйіңде жылан болған. Әр үйдің агоротында өзінің дихан жыланы болады, үйде ырыс жыланы болады. Қазір олардың бәрі жоқ, келмеске кетті, бәрі химикалық зат болып кетті. Мен келіншек келгенде дәу жыланымыз болатын. Табақ аяқ кішкентай ғана тақта үстелінде тұрады, сақыр етеді. Қарасаң дәу қара жылан жүреді. Қайнағамыз молда еді, басына ақ құй келін, айран құй дейді. Айран құйсаң айран жалап кетіп қалатын. Содан қорықпай, содан да жата беретін біз. Кейін де осы, кейін там соқтым осы, өзім келіншек болып есейгенде. Онда да бір қара жылан болып. Жаңағы, бірақ ол кезде ол ешқандай ештеңеге зиян болмады, кіріп шығып жүре берді. Ал бірақ қазір бір жерде жылан көрмеймін. Агоротта бар енді. Үйдегі жыландар кетті. Қазақтың ырыс несібесін алып кетті ма, жоқ, білмеймін. Басына ақ құйып, болмаса ұн сеуіп, шығар салып жататын ата бабамыз. Мен өзім де талай шығарғам. О да бір табиғаттың бір күші.